Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай геркулестен каша дайындайтын боламыз, яғни ботқа, балаларға арналған. Мен осыны көбінесе балаларыма осылай жасап беремін. Геркулесті жақсылап 3-4 рет жақсылап жуып тазалап аламыз. Ішіндегінің бәрін тазалап, ішіне су құйып, бірінші қатты отта қойып, бір қайнатып алғаннан соң, осылайынан қайнаған соң орташа отқа қойып, үстіне сүт құятын боламыз. Осылайынан енді осыны бұқтыратын боламыз. Үстіне дәміне қарай шекеріміз саламыз. Менде 3 ас қасық шекер салдым. Жарты шай қасық тұзымызды салдым. Осылайынан барлығын араластырып алып, осыны бұқтыратын боламыз. Барлығы бір қайнап бұқтырылғанша бетін жауып қоямыз. Осылай бұқтырылып піскенше осылайынан жабықтырады. Енді қайнаған соң ашып, тағы да осылайынан бір көріп аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей ботқамыз дайын болды. 20 минутта дайын болады. Осылайынан сары майымызды салып, балаларыңызға ұсынсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады.